Достар, алдыңғы сабақтарда біз бизнес парақшаны жасап, оны толтыруды қарадық. Енді бізге ADS менеджерге өту керек. Өздеріңіз білетіндей, ADS менеджер ол жарнама жасайтын жер. Кейбір Facebook аккаунттарда мына жерде ADS менеджер менде сияқты көрінбей тұруы мүмкін. Егер сізде жоқ болса, астына түсіп показать больше, тағы ашу немесе еще деген басып, сол жерден іздеп табасыздар. Кейде ADS менеджер деп аталмауы мүмкін, реклама деп жазылып тұруы мүмкін. Жоғалтып алып қорқып жүрмеңіздер. ADS менеджерге кірген кезде сіздерде осындай жаңа парақша ашылады. Жарнама кабинеті. Менде басқаша ашылады, өйткені менде көп аккаунттар бар. Сіздерде басқаша ашылуы мүмкін. Егер сізде мен көрсеткеннен басқаша ашылса, мүмкін Facebook жаңартылған немесе ескі нұсқасы болуы мүмкін деген сөз. Ештеңе етпейді, сол нұсқамен жұмыс жасай беріңіз. Сіздерде мына парақша ашылады. Бұл бетте сіздердің аты жөніңіз жазылған аккаунт болады. YouTube каналдарда қарағанда, егер бұрын қарасаңыздар, ол жерде айтылады. Үш жерге өтесіз, төлем картасын енгізесіз, болды, жарнама жасай беріңіз деп айтады. Ол жалған ақпарат. Сіздер осы ADS менеджерге бизнес менеджер ашу керексіз. Жарнама жасау үшін енгізетін карталарыңызды, кодтарыңызды осында жүктейсіз. Сізде бұған дейін ашылған аккаунт болды ма? Соны тексеру үшін мына жердегі үшбұрышты басып қараймыз. Егер мына жерде тағы жарнама аккаунттары деген бастырма болмаса, онда жарнама аккаунт бизнес менеджер сізде жоқ деген сөз. Оны ашу керек. Facebook'тың алдыңғы нұсқаларында бизнес менеджер басқа амалмен ашылатын. Қазір Facebook өзі автоматты түрде кейде бизнес менеджер ашып қояды. Біз соны тексеру керекпіз. Оны тексеру үшін мына жерге 3 сызықша мәзірге кіреміз. Ары қарай настройки компании дегенді басамыз. Содан соң мына жерде сіздің бастапқы аккаунттан басқа аккаунт тұрса, онда сол аккаунтқа кіріп барлық орнатуларды жасаймыз. Бизнес менеджерді толтыру жайлы келесі видео бар, сол жерде толық қарап толтырамыз. Егер бұл жерде сіздің жеке аккаунтыңыздан басқа аккаунт жоқ болса, онда ары қарай көрсетілген амалмен қолданып бизнес менеджер ашасыз. Бизнес менеджерді жасайтын жерді табу үшін Google-дағы іздейтін жерге кіріп, бизнес менеджер Facebook деп жазасыз. Ашылған парақшалардың ішінен бірінші business.facebook.com деген сайт ашылады. Ең басты сілтемені бассақ, ол жерде мета ашылады. Ол Facebook'тың жаңа жасап ашқан системасы. Мен онымен қолданбаймын, түсініксіздеу болып келеді. Сондықтан создание аккаунта бизнес деген сілтемеге өтесіздер. Ашылған жазбаның ішінде осы парақшаны ашыңыз деген сөйлемді тауып, мына көк түсті сілтемені басасыз. Бұрын бұл парақша басқаша болған, қазір осылай ыңғайлы жасап қойды. Содан кейін ашылған терезеде аккаунт ашу дегенді басасыз. Facebook логиніңізді сұрайды. Соны енгізіп, Facebook аккаунтыңызға өтесіз. Немесе егер сізде Facebook ноутбукта, компьютерда ашылып тұрса, автоматты түрде кіресіз. Ашылған терезеде компанияның атауын жаз деп тұрады. Мүмкіндігінше бизнес парақша қалай атадыңыз, солай жазған дұрыс. Мысалы, Алматыдағы гүлдер деп жазсаңыз, солай жазыңыз. Әйтпесе, ары қарай ашпай қоюы мүмкін. Атыңыз автоматты түрде тұрады, сосын электронды поштаңызды енгізесіз. Маңызды жайт, сол отырған компьютерден кіре алатын пошта адресін енгізіңіз, паролін білетін пошта керек. Өйткені көп жағдайда адамдар өздері паролін білмейтін пошта енгізеді да, ары қарай жұмыс жасай алмай қалады. Соны ескеруді ұмытпаңыз. Бәрін толтырып болған соң, жіберу дегенді басасыз. Сіздің поштаңызға Facebook'тен хабарлама келеді, сол жерге компьютерден кіру керек, және ары қарай Facebook'ке өткен кезде сізде бизнес менеджері ашылады. Бұл менің бизнес менеджерлерім, сіздерде біреу ғана болады. Ашылған кезде осындай парақшаға түсесіздер. Настройки компании деп аталады. Егер сізде мен айтқаннан басқаша болып осындай парақша ашылып кетсе, онда сіздер асты жағындағы мына настройки деген жерге кіресіз. Сол жерде другие настройки компании деген табасыз.
Содан кейін бізге керекті настройки компанияға өтесіз. Енді барлық орнатуларды осы жерде жасаймыз. Бұл жерде адамдарды қосуға болады. Өздеріңіздің аккаунтыңызға таргетолог немесе бір менеджерлерді кіргізу керек болса, оларды қолдану үшін, онда қолдану құқығын таратасыз. Администратор немесе жай қарап отырушы ретінде. Администратор барлық әрекетке құқығы бар. Қолданушы шектеулі нәрселерді ғана істей алады. Сол адамның поштасын енгізесіз, ол кісіге хабарлама келеді, осындай компаниядан сізге жұмысқа шақыру келді деп келісімін береді. Содан кейін Facebook паролін сұрайды, ол енгізеді, сосын сіздің аккаунтыңызда жұмыс жасай алады. Бәрі дұрыс болса, мына жерде сол адамның есімі көрсетіп тұрады. Мына жерге өзіңізбен бірге жұмыс жасайтын серіктесіңізді енгізсеңіз болады, бірақ мен көбінесе бұл бастырмамен қолданбаймын. Парақша бөлімінде автоматты түрде сіздің бизнес парақшаңыз тұрады. Егер шықпаса, қосу деп парақшаңыздың басқа әріптерін енгізесіз. Содан кейін сіздің парақшаңыз көрінген кезде соны таңдап аласыз. Менде бұл парақша алдында енгізілген соң осылай тұр. Сіздерде енгізеді. Мына жерде көрсетіліп тұрады. Және де бұл жерге басқа адамдарды да қосуға болады. Келесі бөлім ол жарнама аккаунттары. Көріп тұрғандарыңыздай менде жарнама аккаунттар бар. Каспи-Сбер деп аталады. Кейде мен оны доллар деп атаймын. Бұл жерде бізде төлем енгізіледі. Жарнама аккаунт ашу үшін ашу дегенді басамыз. Атауын доллар деп қоямын. Қай жерде жарнама жіберетініңізге байланысты сағаттық белдеу таңдаймыз. Егер сіз Қазақстанда жарнама жіберсеңіз, онда Азия Омск деп таңдайсыз. +6. Бізге ең сайы осы. Блокқа түсем деп қорықпаңыз, ондай жағдай болмайды. Ақша түрі доллар деп таңдаймыз, өйткені өкінішке орай қазақ теңгесі бұл жерде әлі жоқ. Конвертация банкте сол күнгі курспен жүргізіледі. Әрі қарай басамыз. Ашылған терезеде менің компаниям деп таңдайсыз. Басқа біреудің компаниясы деп таңдауға да болады, бірақ көп құжаттар сұрайды. Әуресі көп, сондықтан осылай ыңғайлы. Жасау дегенді басамыз. Настройки компания парақшасында жаңа аккаунт пайда болды, доллар деген. Әр аккаунтта сіз жаңа төлем картасын енгізе аласыз. Төлем картаны тіркеу үшін мына жердегі төлем жолдары способ оплаты деген бөлімге кірсеңіз болады. Немесе мына үшбұрышты төлем жолдарын қарау дегенді басып, жаңа ашылған парақшада төлем түрін қосу деп таңдайсыз. Егер алдындағы төлем жолдары бөлімінде карта енгізген болсаңыз, сол жерде бірінші түрін таңдайсыз. Егер ол жерде енгізбесеңіз, Visa немесе MasterCard карталарын таңдап, өзіңіздің картаңызды енгізесіз. Әрі қарай дегенді басамыз. Төлем картасындағы аты жөніңізді, карта номерін, карта мерзімін, арт жағындағы CVV коды енгізесіз. Сақтау деп басамыз. Сақталған карта осылай көрсетіліп тұрады. Келесі бөлім Instagram аккаунт. Ол жерге де өзіміздің Instagramымызды тіркейміз, немесе автоматты түрде ол шығып тұрады. Сайтыңыз болса, тағы пиксель деген бөлімге кіріп, ол жердегі пиксель кодты сайтыңызға енгізу керексіз.